Керемет актер Оскар иегері джентльмен Мэтью МакКонахи бүгінгі елімай қаһарманы. Мектептің жоғары сыныптарында мейрам кештері жақсы көретін техастық бозбаланың қызығушылықтарының бірі апта соңы кино тамашалау еді. Алайда мектепті аяқтағаннан кейін Мэтьюдің алдында екі таңдау тұрды. Бірі Даллас университетіндегі заң оқуы, екіншісі Остиндегі Техас университетінде кинематография оқуы. Окмандиноның әлемдегі ең ұлы саудагер атты кітабын оқып қанаттанған ол өз өмірін кино саласымен байланыстыруды шешеді. Сондықтан да 1993 жылы коммуникация факультетін телерадио және кинематограф мамандығында тамамдайды. Мэтью актерлік карьерасын колледж қабырғасында жарнамалық роликтерде түсумен бастаған еді. 92 жылы Триши Йервудтың бейнебаянында басты рөлді сомдайды. Келесі жылы Мэтью кинода алғаш рет эпизодтық рөлді ойнайды. Осы жылы кездесулер нәтижесінде Ричард Линклейтердің подкайфым «Ив смятение» фильмде бой көрсетеді. Фильм кинокритиктермен жақсы қабылданды. Кейіннен МакКонахи «Техасская резня бензопилой», «Следующее поколение» фильмдерінде екінші сортты рөлдерді ойнайды. Мэтью өзінің алғашқы басты рөлін Джон Гришамның «Время убивать» романының желісі бойынша түсірілген фильмде сомдайды. 90 жылдардың соңына қарай ол «Контакт», «Амистад», «Братья Ньютон» атты киноларда басты рөлдерді ойнайды. 2000 жылдан бастап Мэтью көптеген романтикалық комедияларда бой көрсетеді. 2002 жылы ол Кристиан Бейл және Джерард Батлермен бірге «Власть огня» фильмде басты рөлдердің бірін сомдайды. Мы заплатили сумасшедшую цену. Сейчас у нас есть шанс все изменить. Кейіннен Мэтьюді Пенелопа Круз және Стив Зан мен Клайв Каслердің «Сахара» атты фильмде көруге болады. 2000 жылдардың соңына қарай ол «Серфер», «Золото дураков» және «Призраки бывших подружек» тәрізді жеңіл фильмдерде түседі. Мұндай фильмдердің көптігіне МакКонахи бір жыл бойы келген ұсыныстардан бас тартады. 2011 жылы Мэтью киноға керемет ойынымен оралады. Қаншалықты жақсы ойнағанын «Линкольн для адвоката» атты драмалық триллерін көріп бағалай аласыздар. Класс. Знаете, босс, на улице вам бы не было равных. Черт. А я, по-твоему, где? Келесі жылдың басында Ченнинг Татуммен бірге Стивен Содербергтің «Супер Майк» фильмінде ойнайды. Фильм кинокритиктермен жақсы қабылданып 7 миллиондық бюджетпен әлемдік прокатта 167 миллион жинайды. Дәл осы жылы актер тағы да «Газетчик» және «Мат» фильмдерінде ойнайды. Ал 2013 жылы Мэтью Далласский клуб покупателей фильмінде спидпен ауыратынын білген электрик Рон Вудруфтың рөлін сомдайды. Бұл рөл үшін актер 22 килограмм тастаған көрінеді. МакКонахидің еңбегі жоғары бағаланып, дәл осы рөл үшін Оскар сыйлығына ие болды. Осы жылы актерді Мартин Скорсезенің «Волк с Уолл-стрит» фильмдегі шағын рөлде көруге болады. Кейіннен HBO арнасында Вуди Харрельсонмен бірге «Настоящий детектив» телесериалына түседі. Сериал 2014 жылдың 12 қаңтарында жарыққа шығып, қаралым саны бойынша «Игра престолов» сериалын басып озады. Бұл жылы Кристофер Ноланның ғылыми фантастикалық «Интерстеллар» фильмінде басты рөлді ойнайды. Жаппай құрғақшылықтан, азық-түлік дағдарысына душар болған адамзатты құтқару мақсатымен ғарышқа аттанған ғалымдар жайлы бұл фильм көпшіліктің ғана емес, кинокритиктермен де оң қабылданды. Актер 2014-тің 17 қарашасында Голливудтық даңқ аллеясында атаулы жұлдызға ие болды. Келесі жылдың басында актер Артур Бреннанның «Море деревьев» фильмде ойнайды. Фильм кейбір көрерменнің ойынан шыққанымен көпшілікпен жылы қабылданбады. 2016 жылы Мэтью «Свободный штат Джонса» және «Золото» кинокартиналарында басты рөлдерді ойнайды. Өкінішке орай екі фильмде бюджетті ақтай алмады. 2019 жылдың қаңтарында әлемдік прокатқа актердің Энн Хэтэуэймен бірге түскен «Море соблазна» фильмі шығады. Бұл фильм үшін осы жылдың ақпанында ол нашар актерлік ойын үшін «Золотая малина» жүлдесіне үміткерлердің қатарына кірсе, Энн Хэтэуэй нашар актриса жүлдесіне үміткер атанады. Осы жылдың 13 ақпанында еліміздің кинотеатрларында «Джентльмены» фильмінің көрсетілімі басталған болатын. Гай Ричидің колоритті кейіпкерлер, қызықты диалогтар және керемет саундтрекпен ерекшеленген кезекті фильмі көпшілікпен де жеке критиктермен де жылы қабылданды. Или вожак? В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Ал сіз Мэтью МакКонахидің қай рөлін үздік санайсыз? Шағын каналымызды және қазақ тілді контентті қолдағыңыз келсе, арнамызға жазылып Instagram парақшамызда бізбен бірге болыңыз. Ал әзірше шығарылымызда Мэтьюдің танымал фразасымен аяқтауды жөн көреміз. I'm in my car, I'm high as a kite, I'm listening to rock and roll, action, and there's the chick. All right. That's amazing. 3 out of 4.